Құрметті балалар, 3 сыныптың қазақ тілі пәні бойынша бейне сабақты назарларыңызға ұсынамын. Сабақтың тақырыбы түбір сөз және туынды сөз. Мақсаты негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлі сөздердің мағынасын ажырату. Ең алдымен сөз деген сөздің мағынасы не екенін ұғып алайық. Сөз дегеніміз түрлі заттың, құбылыстың, қимыл-әрекеттердің атауы. Енді осы сөздер құрамына қарай түбір сөз және туынды сөз деп бөлінеді. Түбір сөз дегеніміз, егер сөз одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлік болса, ол түбір сөз болып есептеледі. Мысалы, адам, кітап, дәрі, қой, оқу, балық секілді. Ал туынды сөз дегеніміз, осы түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз. Мысалы, адамдық, кітапхана, дәрігер, қойшы, балықшы, оқулық, оқушы және тағы сол сияқты. Енді балалар, жұрнақ дегеніміздің не екенін 2 сыныптан есімізге түсіріп жіберейік. Ай мектеп. Асхана. Қарның ашты ма? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар. Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Я, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады, оған шы жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда, осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа қа, дәрінің нің, ағаштар тар, жапырақты т қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау, ат айтып тұрғандай, сөздерге жалғанып, оларды бір-бірімен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікке отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігердің деген сөзде дәрі түбір, гер жұрнақ, дің жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбір,
ш. Жырнақ, лар, жалғау. О, міне біздің автобус та келді. Қайталайық. Жырнақ пен жалғау. Жырнақ түбірдің мағынасын өзгертетін қосымшаның түрі. Жырнақтар арқылы пайда болған жаңа мағыналы сөзді туынды сөз деп атайды. Мысалы, аспаз, дәрігер, қойшы. Түбірдің мағынасын өзгертпейтін, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаның түрі жалғау деп аталады. Мысалы, асқа шақыру, дәрінің пайдасы, қойды бағу. Түбір сөзге жырнақ та жалғау да жалғанады. Жырнақ бұрын, жалғау жырнақтан соң келеді. Мысалы, дәрігердің аспазға қойшы мен. Сонымен балалар, түбір сөзге жырнақ жалғау арқылы жаңадан туынды сөз жасауға болады. Мысалы, ас деген түбір сөзге паз жырнағын жалғау арқылы аспаз деген жаңадан туынды сөз жасаймыз. Достық, яғни достық деген жаңа сөз жасалды. Енді балалар, түбір сөзді жартылай доғалмен белгілейміз. Яғни сөзді сөз құрамына талдаған кезде түбір сөзді доғалмен, жырнақты жартылай үшбұрышпен белгілейміз. Мысалы, дәрі деген түбір сөз хана жырнақ. Балық деген түбір сөз ш деген жырнақ. Балалар, енді берілген түбір сөздер мен жырнақтарды сәйкестендіру арқылы жаңа туынды сөз жасап көрейікші. Ойлануға 1 минут уақыт беремін. Әрине балалар, сурет деген түбір сөзге ш деген жырнақты жалғау арқылы суретші туынды сөзін жасаймыз. Балшық, сол сияқты үйшік және жұмыскер деген жаңа туынды сөз шығады. Балалар, енді сендерге оқу тапсырмасы. Бұл тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Оқулықтың 82-ші бетіндегі 20-ші жаттығуды орындаймыз. Яғни беріліп тұрған астындағы жырнақтарға түбір сөздер ойлап табу арқылы жаңадан сөз жасаймыз. Балалар, тапсырманы орындау барысында сендерге сәттілік тілеймін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.